2-184 есеп. Айталық x1, x2 сандары 4x квадрат минус 6x минус 1 тең 0 теңдеуінің түбірлері болсын дейді. Онда түбірлері мынау, яғни осының сандарына тең болатын квадрат теңдеулер құрыңдар дейді. Алдымен мына теңдеудің түбірлерін тауып алайық. Түбірлерін тауып алсақ та болады, немесе бұл жерде мына вет теоремасын қолдану үшін келтірілген квадрат теңдеуге бөлек, яғни 4-ге бөліп жібереміз. Сол кезде x квадрат минус 6x-ті бөлеміз 4-ге, 1-ті бөлеміз 4-ге. Бұл тең 0 деген бізде келтірілген квадрат теңдеу пайда болады. Енді мынандай теңдеу құрыңдар дейді. Бізде теңдеуді құру үшін не жерге жазайық? Теңдеу құрылу үшін біз теңдеуді мына түрдегі теңдеуді құруымыз керек. X квадрат плюс px қосылған q тең 0 деген теңдеу құрамыз. Енді p неге тең болады? Бұл p деген бізде вет теоремасының белгілі x1 мен x2 түбірлерінің қосындысын минус p-ға тең деп аламыз да, ал олардың көбейтіндісін, түбірлердің көбейтіндісін q-ға тең деп аламыз. Сонда қарасақ, бізде мынандай түбірлер бар дейді. Сонда ол x1 азайтылған 2, яғни мына бірінші түбірдің орнында мынау тұр, екінші түбірі мынау. Сонда екеуін қосамын. x2 минус 2. Осы бізде ақшанда болады, x1 қосылған x2 азайтылған 4. Осы бізде минус p санына тең болады екен. Екінші, осы түбірлердің енді көбейтіндісі керек бізге. Жалпы мына формулаға саламыз деп формуланы мен жазып қойдым ең алдымен. Енді бірінші есеп шығарып жатырмыз мына жерде. x2 минус 2. Бұны ашатын болсақ, бұл неге тең болады? x1 көбейтілген x2 азайтылған 2 x1 азайтылған 2 x2 қосылған 4. Немесе мына жерде бүйте салсақ та болады. Тең x1 мен x2-ні көбейтеміз. Азайтылған 2-ні жақшаны сыртынан шығарып жібереміз де минус 2-ні. Сонда x1 қосылған жақшаны x2 қосылған 4 болады. Енді бізге бұл нені береді деп тұр? Мына q-ді береді. Формула бойынша, вет теоремасында осында ғой. Енді осы бізге теңдеуді құру үшін теңдеу жазуым керекпін. Біріншіге теңдеу жазуым керек нәрге. Сол теңдеуді жазу үшін маған p керек, p керек, және q керек. Сонда p мен q-ді табу үшін мен x1 мен x2-ні қосып, одан 4-ті азайтсам, минус p-ға тең болады. Яғни x1 мен x2 түбірлері керек болып тұр маған. Мен оны мына жақтан табуым керекпін. Мына жерден мен вет теоремасын қолданамын әдеге. Өйткені x1 қосылған x2 деген вет теоремасы бойынша бұл жерде мынаған тең ғой, осының қарама қарсы санына тең, яғни минус болып тұрса мына жақта плюс 4 пен мына 6-ны қысқартып 2-ден 3 деп аламын. Ал енді көбейтінділері x1 мен x2-ні көбейтіндісі ол мына санға тең, минус 4-тен 1-ге тең. Сонда маған жеке-жеке түбірлерін табудың қажет жоқ екен. Тек қана мен не жерде маған керегі түбірлердің қосындысы керек, және түбірлердің көбейтіндісі керек. Сонда мен аламда түбірлерін таппай-ақ, x1 нешеге тең екен, x2 нешеге тең екен таппай-ақ, мен олардың қосындысын білемін вет теоремасындағы жүйе арқылы. Сонда осыны осы жерге апарып қоямын. Сонда минус p неге жаза берейін? Минус p тең айтып тұр, міне екеуінің қосындысынан 4 азайт дейді. Қосындысы мынау 2-ден 3, осыдан азайт дейді 4-ті. Сонда бұл нешеге тең? 2-ден берсек, нараға 2, 3-тен 8-ді азайттық, минус 5. Сонда мынақта да минус бар, мынақта да минус бар. Сонда p тең бізде минусқа 2 жағын бөліп жібердік, 2-ден 5-ге тең екен. Ал енді q-ді табуым керек.
Q'ді табу үшін бізде мына формулаға салады екенбіз. Бізде Q'ді анықтаудың формуласы мына болып тұр. X1 мен X2 көбейтін сол минус 4-тен 1. Азайтылған 2 көбейтілген 2-нің қосындысы түбірлердің қосындысы, ол бізде 2-ден 3-ке тең. Қосылған 4. Сонда мына екеуі қысқарып кетті. Мына екеуі минус 3 болды. Сонда минус 3-ке 4 қосып алайын. 1. Мына екеуі 1-ді береді. 1-ден азайтуым керек 4-тен 1-ді. Сонда бұл 4-тен 3 шығады екен. Сонда Q бізде 4-тен 3-ке тең. Енді мен мына жерге басқа түспен пайда болған бірінші теңдеуді жазып қояйын. Бірінші теңдеу менде x квадрат жазамын. Ол формулада бар, x квадрат деп жазу міндетті түрде. Қосылған p бізде 2-ден 5. X қосылған Q бұл 4-тен 3. Осы тең 0-ге. Ары қарай да ықшамдасақ болады. Мына бөлшектің бөлімдерінен құтылу үшін мысалы 4-ке көбейтіп жібереміз барлық жағын. Сонда 4x квадрат. Мына бөлшек 4-ке көбейтсек 4 пен 2 қысқарады. 2-ні 5-ке көбейтсем 10x болады. Қосылған 10x. Қосылған 4 пен 4 қысқарып кетеді. Мына жақта 3 қалады. Бұл тең 0-ге. Сонда бізде біріншінің жауабы осы болады екен. Енді келесі. Енді екінші есеп шығарайық. Екінші есепте де дәл солай. Бірінші біз минус p-ны анықтауымыз керек. Минус p-ны анықтаудың жолы. Мына екі түбірлер ғой. Осы түбірлер арқылы біз квадрат теңдеу құрайын деп жатырмыз. Яғни осы түбірлердің қосындысын табуым керек. 2x1 қосылған 3 қосылған 2x2 қосылған 3. Бұл тең. Мына жақта екеуінде де 2 бар. Сондықтан 2-ні жақшаны сыртынан шығарамын. x1 қосылған x2 және қосылған 3 пен 3 қоссам 6 болады. Енді мына жерге жазайын. Мен x1 мен x2-нің қосындысы 2-ден 3-ке тең. Яғни 2 көбейтілген 2-ден 3 қосылған 6. 2 мен 2 қысқарып кетті. 3-ке 6-ны қостым 9. Осы жерден мен минус p ол 9-ға тең болды. Бұдан біз p-ның минус 9-ға тең екенін білеміз. Енді көбейтіндісі осы 2 түбірлердің көбейтіндісін жазамын. Бұл тең 2-ні 2-ге көбейттім 4x1 көбейтілген x2 қосылған 6 x1 болады. Мында да 6 шығады екен. Онда 6-ның жақшаны сыртынан шығарып жіберемін да x1 x2-ның жақшаны ішіне қойып қоямын. Қосылған. Енді 3-ті 3-ке көбейттім 9. Сонда менде мына апарып мына жердегі өлшемдерді мәндерді мына апарып көбейтемін. 4 көбейтілген x1 мен x2-ні көбейтемін. Сол минус 4-тен 1. Яғни 4-ті көбейтемін 4-тен 1-ге, яғни минус 4-тен 1-ге. Қосылған 6 көбейтілген 2-ден 3 қосылған 9. Сонда бұл тең 4 пен 4 қысқарады. Минус 1 қосылған 6 мен 2 қысқарып 3 болады. 3-ті 3-ке көбейттім 9. 9 қосылған 9. Мінекей 18, 18-ден 1-ді азайттық 17. Сонда бізде пайда болатын теңдеуді табу үшін енді p мен q-ді орнына апарып қойсақ болды. Сонда бізде x квадрат қосылған p деп тұр, иә? Бізде p минус 9-ға тең, демек минус 9x болып кетеді. Қосылған q деп тұр. Q бізде 17-ге тең.
мына екінші себет. Мына жауабы осы. Келтірілген квадрат теңдеу болып шығады екен. Енді үшінші есеп. Үшінші есепте түбірлері мыналар дейді. Демек, бірінші түбірлерін қосып аламыз. Өйткені минус п-ны анықтауымыз керек. Минус п деген ол тең осы екі түбірдің қосындысы. Ортақ бөлім береміз. x1 мен x2-ның көбейтіндісінен тиеді. Мына жаққа x2-ден тиеді. x2 қосылған x1-дің. Енді бұл неге тең екенін жазып алайық. Бізде жоғарыда біз білеміз x1 мен x2-ның қосындысы 2-ден 3-ге тең, ал көбейтінділер минус 4-тен 1-ге тең. Осыны орнына апарып қоямыз. Мына алынымда 2-ден 3. Мына бөлшек сызық бөлу деген бөлінген. Мына бізде бөлшек, мына көбейтінді минус 4-тен 1-ге тең. Минус 4-тен 1 деп жазамыз. Сонда осын шешіп алайық. Сонда 2-ден 3 көбейтілген минус 1-ден 4. Менің ручкам қатып жатыр. Графический планшетпен есеп шығарып атқандықтан осылай қатады екен. Нөмірде қысқарттық. Бұйырса, алдағы уақытта канал дамып жатса, онда iPad алу бұйырса ойда бар, сонда қатпайтын болады. Минус 6-ға тең. Сонда минус п ол тең минус 6-ға демек, п бізде 6-ға тең. Енді q-ді есептейміз. Q деген осы екі түбірлердің көбейтіндісіне тең. Көбейтілген мына түбір. Біз білеміз, мына екеуінің көбейтіндісі ол минус 4-тен 1-ге тең. Сонда 1-ді минус 4-тен 1-ге бөлсек, онда мына бөлшек кері айналып түседі. Сонда минус 4-ге тең болады. 1-ге кері бөлшек ол 4 деген сан. 4-тен 1-ге кері бөлшек 4 деген сан. Енді болды бізде теңдеудің өзін жазсақ бітті. Сонда теңдеуде x квадрат міндетті түрде жазамыз. Қосылған px деп еді. P бізде 6-ға тең. Демек 6x. Қосылған q. Ал q бізде минус 4-ге тең. Тең 0-ге. Міне бізде үшінші есебіміздің теңдеуі осындай теңдеу шығады екен. Енді төртінші есеп шығарамыз. Қазір ноутбукта зарядкаға қойылайын. Сообщение жатыр екен. 1 минут.
келесі төртінші есепті шығаратын боламыз. Төртінші есеп мына сандарына тең болады, енді түбірлер минус p тең. Енді осы екі түбірлерді қосамыз. x1 қосылған x2-ден 1 қосылған x2 қосылған x1-ден 1. Бұл жерде біз мына екеуінің қосындысын білеміз. x1 қосылған x2-ның қосындысын білеміз. Ал мына жақта екеуінің қосындысы бізде ортақ бөлім береміз. x1 мен x2-ден береміз да. Бөлшектің бөліміне x1 қосылған x2 дейміз. Мына қосынды бізде 2-ден 3-ке тең еді. Ал енді қарасаңыздар, мынау бізде алдыңғы үшінші есепті кездестік қой, бұл бізде минус 6-ға тең болды. Сондықтан минус 6-ны жаза салайын. Қайта есептемей. Ортақ бөлім 2. Мына жақта 2-ден тек 3-тен 12-ні азайттық. Минус 9. Енді сонда бізде p тең. Бізге p-ның өзі керек қой. Бізге минус p ол минус 2-ден 9 болып шықты. Ал енді p ол бізде 2-ден 9 болады. Екі жағында минусқа бөліп жібердік. Енді q екеуін көбейтеміз, екі осы түбірлерді. Бұл теңнен жақшаны жеке-жеке ашамыз. x1-ді x2-ге көбейтеміз. x1-ді x1-ге көбейтсем плюс 1 болды, Ой, x1-ден 1-ге көбейтсем. Плюс 1 болып кетеді. Екеу қысқарып кетеді. Мына екеуін көбейтсем, мына мен мына жойылып кетеді. Плюс 1 болады. Қосылған. Енді мына екеуін көбейтсем. Ол алымда 1 бөлімі x1 көбейтілген x2. Сонда менде x1 мен x2-ның көбейтіндісі минус 4-тен 1 болады. 4-тен 1-ге тең еді. Минус 4-тен 1. Мына екеуінің қосындысы 2-ні береді. Ал мына өрнек бізде мына үшінші есепте келді. Ол минус 4-ге тең. Сонда бізде минус 4-тен 1-ден азайтамыз. 4 азайтамыз 2-ні. Бұл деген сөз бізде минус 2,4-тен 1 деген сөз. Немесе минус 4-тен 9 дегенді білдіреді. Енді біздің теңдеуіміз қандай болады екен? Соны жазайық. X квадрат қосылған px, яғни қосылған 2-ден 9 x азайтылған q-дің орнында бізде 4-тен 9 болып тұр. Минус 4-тен 9. Осы тең нөлге. Бөлшектерден құтылу үшін біз мысалы 4-ке көбейтіп жіберейік. Сонда бізде 4x квадрат. Мына 4 пен мына жердегі 2 қысқарады да 2 болады. 2-ні 9-ға көбейтсем 18x болады. Енді мына жерде 4 пен 4 қысқарады да минус 9 қалады. Минус 9 тең 0. Сонымен біздің есебіміз шықты. Енді 2-де 185-ші есеп. Аның қандай мәндерінде мына теңдеуінің түбірлерінің квадраттарының қосындысы ең кіші мән қабылдайды дейді. Бірінші есеп.
деген жазылады. Түбірлерінің квадраттарының, яғни x1 мен квадраттарының қосындысы, яғни x1 қосылған x2-ның квадраты ең кіші мәнді қабылдау керек. Қандай мәнінде деп тұр. Ал енді біз бұл жерде не істейміз? Мына өрнек бізге нені білдіреді? Осыны ашып алайықшы бірінші. Ол x1 қосылған x2-ның квадратынан азайып тастаған деген сөз 2x1 x2-ның көбейтіндісі. Мынаны қысқаша көбейту формуласымен ашсақ, x1-дің квадраты қосылған 2x1 x2, нақты қосылған болады да, қосылғанмен мына азайтылған екеуі қысқарып кетеді. Қосылған x2-ның квадраты осылай ашылады. Сонда біз мынаған байланысты келтірілген квадрат теңдеуі болғандықтан оған Вейт теоремасын жазайық. x1 мен x2-ның қосындысы нені береді? Ол бізде x деген сан, x-ның алдында коэффициенттің минусын білдіреді. Минус 2 минус а. Немесе мына жерде минусты ашып алайық. А минус 2. Жақшаны ашып алсақ. Ал енді көбейтіндісі нені білдіреді? Түбірлердің көбейтіндісі ол бос жиынға тең. Ал бос жиын бізде мына, бос мүшеге тең. Ол мына мәнге тең. Бізде бұл жерде а ол коэффициент ретінде қолданылып тұр. Енді осы мына жаққа апарып қоямыз. x1 қосылған x2 деп тұрған а минус 2. А минус 2-ның квадраты азайтылған 2 көбейту. Мына жерден бірінші минусты жақшаны сыртынан шығарып тастасақ, а плюс 3 қалады жақшаның ішінде. Сонда мынаны мына жерге көбейтеміз. Мына минус плюске айналып кетеді де, а плюс 3-ке көбейту керек болады. Енді осы өрнекті ашып ықшамдайық. А квадрат минус формуладағы 2-ге а-ны көбейтеміз және 2-ні көбейтеміз. Сонда 4 болады. Қосылған 2-ның квадраты, яғни а-ның квадраты ол 4. Қосылған. Енді мына жерді көбейтеміз. 2а қосу 6. Бұл тең нені білдіреді? А квадрат минус 4-а қосылған 2а ол минус 2-аны білдіреді. 4-ке қосамын 6-ны 10. Ал бұл бізде ары қарай а квадрат минус 2а қосылған 1. Мына 10-нан 1 тасып тастайым, сонда 9. Себебі мен мына жерді толық квадратқа келтірмекшімін. А минус 1-дің квадратына келеді мына жер. Үшеуі. А минус 1-дің квадраты қосылған 9. Енді осы мәніміз бізде ең кіші мән болу керек. Мына а-ның қандай мәнінде ең кіші мән болады? Мысалы, а тең 0 болатын болса, нерге 0-ді қоямын, 0-ден 1-ді азайтамын. 1-дің квадраты 1 болады. Оған қосамын 9-ды. Мысалы, бұл кезде 10 болып кетеді. Ал енді мен 0-ден үлкен санды алып көрейін. 1-ді алып көрейін, және минус 1-ді алып көрейін. Яғни теріс санды, және 10 санды алып көрейін. Теріс санды алсақ, көрініп тұр, одан бетер көбейіп кететіні. Өйткені минус 1 ол минус 2-ның квадраты ол 4, 4-ке 9-ды қостық, 13 болып кетеді. Яғни мен мына жерге минус санды қоя берген сайын, минус 2-ні қойсам, ол да көбейе береді. Ал енді 10 саннан ең бірінші бүтін санды алып көрейінші, 10 санның
1 минус 1-дің квадраты қосылған 9. Сонда 1-ден 1-ді азайтып тастадық, 0, 0-ге 9 қостық, 9. Ал енді 2-ні алып қойсақ, 2 азайтылған 1, 1-дің квадраты 1, қосылған 9 ол 10-ды берді. Сосын, мысалы, А-ның орындағы, яғни А-ның орнына біз оң сандарды өсу ретімен қоя берген сайын, бұл жерде бізде өсе береді. Өсе бергенде, мысалы, мынау 9 саннан өседі. Сонда ең кішкентай мәні А тең 1 болғандағы мән ең кішкентай мәнді қабылдайды екен. Мысалы, А2-ні қойсам, А-ның орнына 3-ті қойсам, мысалы, 3-ті қойсам, 3 азайтылған 1, 2, 2-ның квадраты 4, 4 қосылған 9, ол да 13-ті береді. Сонда бұл бізде симметриялы болып тұр графигі негізі. Сонда А тең 1-де ғана бізде ең кішкентай мәнді қабылдайды, ал қалғанның барлығында уже үлкен шамаларға өсе береді. Енді екінші есеп. Теңдеуінің нақты түбірлері болмайтындай етіп, А-ның ең үлкен бүтін мәнін анықтаңдар дейді. Бұл жерде дискриминантпен шешейік. Түбірлер 1 азайтылған 4 көбейтілген 1-ге тең және С ол минус А-ға тең дейміз, мына жерде қосамыз А-ны. Яғни қосылған болып кетеді. Сонда 1 қосылған 4-та. Енді бізге айтады, түбірі болмай керек дейді. А квадрат теңдеуде қашан түбір болмайды? Дискриминант 0-ден кіші болған кезде. Сонда бізге мына теңсіздікті шешу керек. 4-та кішкентай, мына плюс 1, мына жаққа минус 1 болып барады. Минус 1-ден. Сонда А кішкентай болады. Барлық жағын 4-ке бөліп жібереміз. Минус 4-тен 1-ден. Ең үлкен бүтін мән деп тұр бізге. Яғни бұл бізде қандай теңсіздік? Енді минус 4-тен 1 тұр. 4-тен 1-ден кіші сан. 4-тен 1 деген 0,125. Енді одан ең кішкентай, ең үлкен бүтін, ол жерде, мына жерде минус 1 деген сан бар, ең үлкен бүтін сан. Ал минус 2 бүтін сандардың ішінде минус 2, минус 3 деген сандар бар, бірақ олар уже ең үлкені емес. Бізде ең үлкен бүтін сан ол осы теңсіздікке кіріп тұрған, ол минус 1 деген сан. Жауабы сонда А минус 1-ге тең болса, бізде теңдеудің шешімі болмайды. Жалпы минус 4-тен 1-ден кіші сандардың барлығын А-ның орнына қойсақ, мына квадрат теңдеудің түбірі болмайды. Тек қана бізге түбір шығу үшін минус 4-тен 1-ден үлкен сандарды ғана алу керек екенбіз. Енді келесі есеп. К-ның қандай мәндерінде мына теңдеу мен мына теңдеу мәндес болады дейді. Мәндес болу деген сөз түбірлері бірдей дегенін білдіреді. Мысалы, мына жақтан x1, x2 түбір шықты ма, сол түбірлер мына жақтағыда шыққан x1, x2 түбірлер шығады, сол екеуі бірдей деген сөз. Бірдей дегенді білдіреді. Бір сан шығады. Сонда біз мына екі теңдеуді жеке-жеке шешіп қарастырамыз.
дискриминант. Мынаны квадратын аламыз 4. К минус 3-тің квадраты минус 4 көбейтілген К квадрат минус 7К қосылған 12 тең. Енді екеуінде де 4 бал болғандықтан жақшаның сыртына шығарып жібере салайын 4-ті. Сонда жақшаның ішінде мына көбейтінді, яғни бұны қысқаша көбейту формуласы бойынша ашайық. К квадрат минус 6К қосылған 3-тің квадраты 9. Қысқаша көбейту формуласы бойынша аштым. Азайтылған. Енді К квадрат. Мына жақшаның минус пен минус плюс болып кетеді 7К. Азайтылған 12. Сонда бізде нені береді? К квадрат пен К квадраты қысқарды. Сонда 4 минус 6К қосылған 7К. Яғни ол К-ны білдіреді. Мына екеу бізде минус 3-ті береді. Енді түбірлер қандай болады бізде? X бір түбір. Минус 2 К минус 3 қосылған. Мынаны түбірден шығаруымыз керек. Бұл жерде тек қана 4 қана шығады, 2 болып шығады. Ал К минус 3 түбірдің астында қалып тұр. Бөлінген 2. Сонда мына бөлшектің барлығын 2-ге қысқарып тастаймыз. Бірінші плюс, мына плюс таңбалы өрнек жазайын. К минус 3 азайту бар. Мына 2 мен 2 қысқарып кеткен, мыналардың барлығы қысқарып кетті. К минус 3. Жақшаның ішінде К минус 3. Енді x2 түбірі минус тура осы. Бірақ мына жерде минус бар. Сонда минус дей салайын. К минус 3 минус К минус 3 түбір. Анау түбірасына мына түбір. Ал енді екінші теңдеуді шешейік. Тең 0. Енді екі жақта да біз x бар, сондықтан бұл толымсыз квадрат теңдеу ғой. X жақшаның сыртына шығарып жүремін, мына жерде x минус жақшаның ішінде мына өрнек қалады. К квадрат минус 5 К қосылған 6 тең 0. X тең 0-ге ал енді екінші түбір x тең К квадрат. Мынаны 0-ге теңестірсек, мына минус мына жаққа плюс болып кетеді. Тек қана мынаны жаза саламын жақшаның ішіне. Яғни x1, мына жақта x2. Енді біздегі К-ның қандай мәндерінде мәндес болады деп тұр. Енді түбірлерін теңестіруіміз керек бізге. x1 мен x1 тең болды десек, яғни түбірасында К минус 3 минус К минус 3 бұл тең, мынамен мына түбір тең болатынбыз. Онда мына К-ның қандай мәнінде x1 0-ге тең болуы мүмкін, соны анықтайын деп отырмыз.
мына минус мына бетке плюс болып кетті да. Сонда мына жақшаның ішіне көйлекті көшірдім. Енді екі жағын да квадраттап жібереміз мына түбірден құтылу үшін. Сонда мына жерде к минус 3 шықты. Мына жақта к минус 3-тің квадраты шықты. Біз бетте салсақ болады. К минус 3-ті мына жерде т деп бөлінеді десек, қайта жаза бермеу үшін т деп бөлінеді десек, онда т квадрат тең т болады. Ол жерден т квадрат азайтылған мына т деп өткіземін. Тең 0. Т-ның жақшаны сыртына шығарып жүремін. Жақшаның ішіне т минус 1 қалады. Бұл тең 0-ге. Сонда т тең 0-ге деген бір түбір шығады. Және т тең, мынаны 0-ге теңестірсем 1-ге тең, т тең 1 деген. Енді осыны апарып к минус 3-ге теңестіремін. К минус 3 тең 0 болса. Сонда к тең 3-ге және к минус 3 тең 1 болса, к тең болады 4-ге. Ал енді x2 мен мына x2 түбірлері тең болатын болса ше, ол жағдайда не істейміз? Оны да шығарып көрейік. Біріншісі бізде орын қалмай қапты мына жерде. Мынау бізде қандай өрнек? Бұл к минус к квадрат минус 5к. Яғни бұл к минус 3 көбейтілген к минус 2 деген өрнек қой. Осы тең болу керек деп тұр. Минус түбір астында к минус 3 қосылған к плюс 3, к минус 3. Енді осы жерден минус мына бетке плюс болып өтсе, к минус 3-тен мына жақта да к минус 3 бар, мына жақта да к минус 3 бар. К минус 3-ті жақшаның сыртына шығарсақ, к минус 1 азайтылған түбір астында к минус 3 кетеді. Қосылған дегенім. Бұл теңдіктің арғы бетінде қалдырдық деген мүмкіннің өзінде минус к тең. Енді қарасақ, мына теңдеуді шешу үшін бізде b квадрат теңдеуі айналып кетеді, себебі қарасақ, бұл ұзақ теңдеуге айналайын деп тұр. Түбірдің астындағы жою үшін квадраттаймыз. Екі жақ бөлігінде квадраттаймыз. Сонда біздің есебіміз симай алды. Сонда мына жерге жазамын, енді амалы жоқ. К минус 3-тің квадраты, к минус 1-дің квадраты, азайтылған к минус 3 бұл тең 0-ге деген теңдеу шығады. Өйткені не үшін к минус 3 шықты? Мына квадратпен мына түбірдің астында жойып кетеді. Сонда мына минусты ол бәрібір квадрат болғандықтан плюске айналып кетеді.
мына теңдіктен мына бетке бірден өткізіп жатырмын да, қайта көшіре бермеу үшін. Екі жақта да К-3 бар, оны жақшаның сыртына шығарамын. Жақшаның ішінде мына жерде К-3-тен біреу бар. К-1-дің квадратына көбейту керек оны. Азайтылған 1 тең 0. Бұл жақта да К-3 бізде тең 0-ге, яғни К тең 3 болады. Ал мына теңдеуді шешу бізде үшінші дәрежелі теңдеуді шешуге алып келеді. Үшінші дәрежелі теңдеуді шешу. Тең 1 деген. Енді үшінші дәрежелі теңдеуді шешу негізі ең қиын теңдеулер болып табылады. Жауабын табу өте қиын. Мысалы, мына жерде қарасақ, К-ның орнында қандай санды қойсақ болады дейді. 1 шығатындай. Жалпы 1 болу үшін бір қандай нелерден сандардан шығады. 1-ді 1-ге көбейтсек 1 шығады, 1-ді немесе 1 минус 1-ді минус 1-ге көбейтсек 1 шығады мысалы. Бірақ мына жерде минустан тұрамайды екен, себебі К-1-дің квадраты деген ол всегда плюс санды береді ғой. Сондықтан минус сандар бізде келмейді мүлде. Ал енді плюс сандардан 1 шығу үшін бөлшектер болуы мүмкін. Мысалы, 4 көбейтілген 4-тен 1 деген сияқты. Именно қандай сан екен, 5 көбейтілген 5-тен 1 деген сияқты әртүрлі жаңағы көбейткіштер арқылы жіктеледі. Бірақ именно бізде К-ның орнына сан қойған кезде, мына жерге К-ның орнына сан қойған кезде түбірлері бірдей болып, 4 көбейтілген 4-тен 1 сияқты бір қысқарып кететіндей, қысқарып кетіп 1-ді беретін сандар табу қиын болып табылады. Сондықтан жауабына К тең 3 пен 4 деген теңдеуді аламыз. Ал енді келесі 2-де 187-ші есепті шығарайық. 2 жылда мынадай қала тұрғындарының саны өсті дейді. Енді осы қала тұрғындары санының жылдық өсімінің процентін табыңдар дейді. Алғашқыда 2-де 187, алғашқыда 20 мың болған. Бұл 100% деп ойлайық. Алғашқыда, яғни барлығы 100% болған алғашқыдағысы. Одан кейін белгілі бір жылдан кейін бір Y деген шамаға өсті халықтың саны. Сонда біз бірақ қанша пайызға өскен білмейміз. 100% қосылған X болсын. Белгілі бір 100%-дан асты, иә. Сонда Y неге тең болады? Пайыз бар да, пайыз көрсеткіш. Y неге тең болады? Мына екеуін көбейтіп, мына 100-ге бөлгенге тең. Яғни 100-ге бөліп, мына екеуін көбейтсек, 100-ге бөліп жерсек. Так. Пропорцияның қасиетін қолданып отырық. Мына мынандай өлшем. Мына екеуін қысқарта салайық. Сонда 200 көбейтілген 100 қосылған X. Бірінші жылы осынша адамға өсті делік.
Ал енді екінші жылы енді мынанша адамға өсті ғой алғашқысы, осы екінші жылы уже мынанша адам, ол 100% болады. Яғни осынша адам, ол 100%. Ал енді мынаншаға өсті деп тұр, 22.050 адамға. Бұны біз қанша процентіне екенін білмейміз, бірақ 100 қосылған белгілі бір x процентке өсіп тұр. Бұл жердегі жылдық өсімнің проценті деп тұрған, яғни әр жыл сайын бірдей процентке өсті деп есептеп тұрмыз, тұрақты түрде. Сондықтан мына жерге x-ті қосып тұрмын. Сонда теңдеу пайда болды, бізде. Пропорцияның қасиетін қолданамын. 200 көбейтілген. Нан көбейту. Сонда 100 қосылған x-тің квадраты болып кетеді. Негізі күрделі пайыз деген тақырыптың есебі болып табылады. Негізі бұның формуласы бар, мен бірақ формуласысыз жаңағы қалай шыққанын түсінікті болсын деп әдеге осылай формуласы жазып жатырмын. Пропорциямен көрсетіп. Ол формула қаяқтан шықты деп сұрап жүрмес үшін. 100 пен 200-ді қысқартамыз, сонда нақты 2 қалды. Сонда 100 қосылған x-тің квадраты бұл тең 22.050-ді 2-ке бөлеміз. Нақты 2 қалды ғой. Енді мына 2-ні мына бетке бөлу қылып өткізсек. 1, 0, 25. Енді осы сан бізде ненің квадраты? Көрейік, түбірдің астына шығарып. Жүз бестің квадраты. Яғни екі жағында түбірдің астына шығарамыз. Теңдіктің. Сонда 100 қосылған x бұл тең 105-ке. Мына санның түбірдің астына шығарған кезде 105-ке тең. Сонда x тең 5-ке. Яғни әр жыл сайын 5%-ке өсіп отырған екен қала тұрғындарының саны. 5% болады. Яғни егер тұрақты өсті деп санаған кездегі шығатын процент осы. Негізі шартында тұрақты өсті деп жазу келеді. Енді 2-де 188-ші есеп. Мектеп бітірушілер бір-бірінің фотосуреттермен алмасты. Егер олар барлығы 992 фотосурет алмасқан болса, онда мектеп бітірушілердің саны қанша дейді. Жалпы мектеп бітірушілердің саны x болсын. X болатын болса, онда фотосуреттер саны x-1 болады. Мысалы, бір-бірімен фотосуреттермен алмасты деп тұр. Яғни осы екеуінің көбейтіндісі 992-ге тең болады екен. X-ті көбейтеміз x-1-ге. Бұл 992-ні білдіреді. 992-ге тең. Енді ашайық осы теңдеуді x квадрат минус x минус 992. Осы тең 0-ге. Дискриминант есептейміз. Минус 1-дің квадраты 1. Азайтылған 4 көбейтілген. Минус 992, яғни плюс болып кетеді мына жер. 992-ге көбейтеміз.
Калькулятормен есептегенде 4 көбейтеміз 992-ге қосамыз 1-ді 3969. Түбірдің астынан шығарсақ 63-тің квадраты. Сонда x1 ол тең минус 1 ол плюс 1 болып кетеді. Қосылған 63 бөлінген 2. 64-ті 2 бөлдік. 32 сурет. Ал x2 түбірі ол жарамсыз түбір болады. Себебі 1-ден 63-ті азайтсақ бізде терістен шығып қалады. Минус 62 болады. Біз 62-ні 2 бөлсек минус 31. Ал бізде минус 31 сурет бар деп айта алмаймыз. Жауабы тек қана 32. Минус 31 мектеп бітірушісі бар деп айта алмаймыз. Сондықтан тек қана 32 деген оң жауаптық оң түбірді ғана аламыз.